Қайырлы күн. Бүгін ауылдық мәдениеті және ауылдық кітапханасының Instagram парақшасы арқылы тікелей эфирге қосылып жатқан көрермен. Ежелгі бабыдан дүбірлі дүниеге тарыдай шашылған адамзат баласының алғашқы ыдырауына тілдерінің өзгеруі себеп болған деседі. Дегенмен, діни құндылықтарда тілдердің әркелкілігі бөлінуге емес, бірлесуге һәм түсінісуге ұмтылыс екені айтылады. Тіл туыстыққа, ізгілік қорғанына бастар абзал құрал. Тілде ұлттың рухы мен жаны, өткені мен болашағы бар. Бүгінгі мереке күнге орай ұлттық қазына тіл атты онлайн концертін назарларыңызға ұсынамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Instagram көрермендер. Сіздерді 5 қыркүйек Қазақстан Халық Тілдері күнімен мен шын жүректен құттықтаймын. Бодандық бұғауына жігерленіп, азаттық пен қараңғылық арпалысқан тұста мағжан ақын ерлік, елдік, бірлік, қайратпақ артын, жауыздықты жойды, бәріне бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың деп, шежірелі баба тіліне тәу етіп, тәубе білдіріпті. Бүгінгі тілдер мерекесіне орай ақындарымыздың тіл тақырыбында шығарған өлеңдер топтамасын ұсынамыз. Сахнада Айжамал Бөленова, қазақ тілі өлеңі, авторы Меруерт Райымбекова. Менен қарасындай, қазақтың жалпақ қара сөзі деген ұғымбаз әр қазақтың санасындай. Қазақ тілі біздің асыл қазынамыз, мақтан етіп тілімізге табынамыз. Бұл өмірде қазақ бола барар, тыңдасаң күнә мүмкін көрген ақыл, ол жанда қанжағама байлап алар. Тере білсек бір ауыз қара өлең, неше миллион інжу мажан шамаменен, қанша гүлден қазақ тілі басқаша, қандай жатпай ма ел түсінді деп, түңілме деп, бір жанның білімде көп, мінімде көп, кетерен баяғыда бақытты боп, келекі шегенея туғаны тура сөзбен іркілмеген. Елларда ұлт бар, тілі сөнген ұлттың өзі де жоқ. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ деген. Ғамзатовтың өссе тілім мен де бірге өсемін, өшсе тілім мен де бірге өшемін деген Әбділда Тәжібаевтың пайымы ұлт пен тілдің біте қайнасқанына айқын дәлел. Ән анамның тілі, сахнада жеткерген Токи. Сүйемін әнді өмірде туған, мектепке келдім, ұстазды көрдім. Ұрпақтан ұрпаққа алысқан, бабадан балаға жалғасқан ұлы мұралардың ұлысы алдымен әр ұлттың тілі ғой. Ендеше ата-баба мұрасын жалғастыру, оның мәртебесін көтеру, мұна баршамыздың міндетіміз, парызымыз. Осымен тілдер күніне арналған онлайн концертіміз аяқталды. Әрі қарата ауылдық кітапханада ұйымдастырылған тіл асыл қазына атты кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше еліміз аман болсын.